Сұрамын деп, Димаш деген ұлдарды талпынып жатыр. Сәттілікті осы сахнадан тілегендеше, қарсы алыңыздар. Қанат, Светлана және Димаш Айтбаевтар. Қанат пен Светлана өнерден тайқып кетіп, естілмей қалды дегенді мен естімеппін. Үнемі ізденіс үстінде, үнемі шығармашылық үстінде. Қазір енді немен айналысудасыздар? Немен таңғалдырам деп жатсыздар халықты? Жалпы Ақтөбеде жатып ал, бұл не деген белсенділік өзі? Жалпы өнерде жүрген қазір жас жеткіншектер өсіп келе жатыр. Олардың қасында жүріп, бірдеңемен таңғалдыра қоям деу өте қиын. Әйтеуір дүрмектен қалып қоймай, осы ұстаған бағытымыздан айнымай, өнердің мәресіне қарай жайлап бағыттала берсек, алдыңғы толқындағы буыннан үлгі алып, өсіп келе жатқан ұрпаққа өнеге көрсетіп, олардан да үлгі ала отырып, өнердің ортасында жүре берсек, сол жаман болмас еді деп ойлаймын. Өнерден тыс, қол бос кезде өз хоббиларыңыз бар екен, әсіресе Светлана ханым тоқыма тігеді дейме, бұл рас сөз бе? Ол кісі енді айтып кетейін, тоқыма ғана емес, әдебиетпен де, саясатпен де, басқамен де бәрімен айналысып кетеді, үйде көре алмай қаламыз. Әрине, тоқыманы тоқитыным бар енді. Ол бала кезден қалыптасқан әдет. Тіпті бір концерт болар кезде кезегімді күтіп отырғанда да өзімнің кішкене бір шамалы әдетім бар. Қолым бос отырмасын деп, сондай бір істі ала отырып, босқа отырғанша деп пайдаланып отырамын. Сырым, біз үйленбей тұрған кезде маған ең алғашқы әдемі бір кеудешені өзі тоқып беріп, мен көңілімді жаулап алған. Димаш маманың қанша тоқымасын киіп шықтың? Кішкентай кезінде киді. Балалардың үшеуі де кішкентай кезінде киді. Қызыма тіпті әртүрлі жаңағы кеудеше, берет, юбкаларды тоқығанда айтады екен, сенің мамаң тоқыған тоқуы мүмкін емес деп. Өнерде не істеп жүрсіз? Үйде отырып алып тоқып сата бермейсіз бе? Соны айтыңыз. Сақа өзіңізде не хобби? Енді хобби дегенде мен жалпы техниканы өте жақсы көрем. Автокөліктерді өзім шашып, оңдап, ата-анам жалпы бала кезінде сол техникаға бейім етіп өсірген болса керекті. Мектепте дискотекалық залдарды, жарықтарын, светомузыкаларын жасап, одан кейін мына автокөліктерді әкемнің нұсқауымен шашып, жинап деген сияқты нәрселерді жақсы көретінмін. Әлі күнге дейін бір әдемі машина көрсем, көлік көрсем, соның қасынан өте алмай қалатыным бар. Соны сәндегенді, әрлегенді жақсы көремін. Димаш балаңыз серб, итальян, француз, ағылшын тілдерінде ән айта береді екен. Бала шағынан осы өнер жолына түссін деп тәрбиеледіңіздер ме жалпы? Енді сырым бұл жерде айтып кететін бір жайт бар. Қазір енді экраннан ата-анамыз көріп отырса, папа-мама кешіріңіздер. Бұл кісі бізді папа-мама демейді, ол кісілерді папа-мама дейді. Сондықтан енді шал кемпірдің баласы дейді. Үлкен кісілердің баласы өз жауап берсін. Өнерге деген қызығушылығым әрине ата-анамның арқасында артты. Сол кісілердей болсам, сол кісілердің ізін қусам деген арман жүрегімді қатты әуелетті. Димаш, бұйырса осы жылы күзде өтетін Азиялық тынық мұхиттың әндер телебайқауына аттанғалы жатыр екенсің. Рас қой? Рас. Бұл жолдамаға қалай қол жеткіздің? Осыдан 1-2 күн бұрын Астана қаласында үлкен іріктеу кезеңі болды. Бұл іріктеу кезеңіне мені жіберген өзімнің ұстазым, Қазақстан Республикасы еңбек сіңірген қайраткері Майра Тұрлыбековна Дәулетбақ деген қазақ елінің мерейін үстем еткен ұлағатты ұстазымыз. Сол кісі ұсынған болатын, енді сол іріктеу кезеңіне бардым, Алла қолдап мен жеңіп шықтым. Енді бұйырса сентябрь, октябрь айларына таман осы фестиваль өтеді. Дегенмен айта кететін жайт, бұл конкурс емес. Бұл тек қана халықаралық деңгейде өтетін үлкен концерт фестивалі. Димаш, енді соңғы сұрақ. Мынау атақты әке-шеше. Бұл баланың өнердегі тұсауы ма жоқ әлде трамплинді ма? Бұл үлкен плюс, үлкен көмек. Егер ата-анаң қазақ еліне танымал, еңбек сіңірген қайраткерлері, өнер азаматтары болса, ол саған тіпті продюсерлік жағынан көмек көрсетпесе де, музыкалық жағынан, мысалы, киім киюің, сахнада ұстауың, өзінің халыққа деген энергетикаңды сыйлауы бәрін үйретеді өте. Сол себептен мен Аллаға мыңда бір рахмет айтамын, осындай ата-ананың баласы болғаным үшін. Жарайды. Олай болса сұхбатымызды осы жерде тоқтатайық. Көп-көп рахмет келгендеріңізге, көп-көп рахмет. Қанат мырза, Светлана ханым, Димаш.
өнердің үлкен додаларында жүздесе берейік. Бүгін біздің орталық хабардың тыңдармандарын, көрермендерімізді қандай әнмен қуантамыз? Жақында тағы да бір ән жазған болатынмын, Жананам деген. Сондықтан осы телеэкранда тамашалап көріп отырған бүкіл көрермендердің, ұрпақтардың атынан аналарға арнай отырып, бұл Жананам дейтін әнді орындап берсек дейміз, үшеуміз сонымен қабыл алыңыздар. Бәрекелді. Шуағыңмен нұрланамын, жаным гүлдеп көктейді, бар ғажабы бұл ғаламның әлдене жетпейді. Құшағыңда бора қылған, қымбат қандай қайран гүл, мейірімнен шуақ тұнған, пейіліңнен айналды. Асыл анашым, өмірің боп жалғыздың, өзің ғанасың, ең аяулым ардақтым. Өткен нұрың мәңгі өшпейді санадан, көктен күнім жарығымсың жанадан. Асылдардың асылдарын біздер үшін жиыпсың, тек шыңдар басындағы шынардан да биіксің. Ошалар мен заңғарларға таңым болып атпасам, аяуланам арман бар ма, ақ сүтіңді ақтасам. Асыл анашым, өмірің боп жалғастың, өзің ғанасың, ең аяулым ардақтым. Төккен нұрың мәңгі өшпейді санадан, көкте күнім жарығымсың жананам. Асыл анашым, өмірің боп жалғастың, өзің ғанасың, ең аяулым ардақтым.